Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кардиганын тоқитын боламыз. Күрчекпен тоқимыз. Бұл бір жасқа арналған. Алды түймелі осындай болып шығады. Біз мойын бөлігінен бастайтын боламыз. Ол үшін 64 ілмек ілеміз. Содан соң столбик с накидом тоқитын боламыз. 9 петле. Одан кейін накид қосатын боламыз. Мен жоғарыда фото қойып қойдым. Соған қарап тоқсаңыздар болады. Енді 12 петле столбик с накидом тоқимыз. Содан соң накид қосамыз.
Енді екінші қатарда 10 петлядан кейін көбейтеміз. Бірінші қатарда көбейткен жерімізде дәл сол жерінде көбейтеміз. Тек осы жерден көбейтіп отыратын боламыз. Мынау артқы бөлігі, ал мынау жең бөлігі болып шығады. Мынау алдыңғы бөлігі болып шығады. Алдыңғы бөлігі түймелі болып, солай болып шығатын болады. Міне осылай 15 қатар тоқып алдық. Енді жеңін шығарып алатын боламыз. Міне накид тоқылған жерлері осылай болып шықты, және де осылай бір-біріне қосып аламыз, және жең шығады.
Міне осылай жең шықты. Енді астыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Астыңғы бөлігінде 10 петлядан кейін 10 столбик накидын тоқимыз. Содан соң накид қосамыз. Әр 10 петлядан кейін көбейтіп отыратын боламыз. Ал екінші қатарда 11 столбик накидымнан кейін көбейтеміз. Дәл бағанаға көбейткен жерімізде ғана көбейтіп отыратын боламыз. Дәл жоғары бөлігіндей көбейтіп отырамыз. Иық бөлігінде тоқыдық қой, сондай қылып тоқимыз. Солай көбейтіп отырамыз, 20 қатар тоқимыз. Етегін тоқып шығамыз сөйтіп. Міне осылай болып шықты. Міне көргендеріңіздей бір сызық болып көбейтіліп шықты. Тек бір петляның ішінде көбейтіп шығатын боламыз осылай. Міне енді жеңін тоқитын боламыз қазір. Енді жең бөлігін осылай столбик накидым тоқи отырып, айналдырып тұрып тоқимыз. Еш қиыны жоқ бұның, тек айналдырып тоқып отырсақ болды. Бастапқы бөлігін екеуін қосып тоқимыз. Және де 2 воздушный петля тоқимыз. Содан соң осылай теріс қаратып алып, ішкі бөлігінен тоқитын боламыз. Және осылай тоқсақ, алдыңғы бөлігіндегі узорымыз бірдей болып шығады жең бөлігімен. Осылай ішкі бөлігінен және сыртқы бөлігінен тоқып отыратын боламыз. Міне осылай болып шықты. Біздің жеңіміз 15 қатар тоқып алдым мен.
осылай болып шықты. Міне шетін тоқып аламыз. Енді түйме тесігін тоқитын боламыз қазір. Міне осылай түйме тесігін өлшеп алыңыздар. Және де осылай тоқып шығамыз. Екі воздушный петля тоқимыз. Содан соң одан кейінгі петлядан екеуін қосып шығамыз. Міне осылай кішкене ғана түйме тесігі болды. Менде түймеміз үлкен. Сол үшін мен 3 воздушный петля тоқыдым. Содан соң екеуін қосып тоқыдым. Енді айналдырып тоқып келетін боламыз. Екінші етегіне дейін тоқып келетін боламыз. Міне осылай болып шықты. Столбик без накида тоқимыз. Ешқандай көбейтпейміз. Және де қайтып бір қатар тоқып шығатын боламыз.
міне түйме тесігінде міне 3 воздушный петля тұр. Содан 2 столбик без накида тоқитын боламыз. Және де түйме тесігі осылай болып шығады. Міне біздің кардиганымыз жартылай дайын болды. Енді етегін тоқитын боламыз. Міне етегін тоқып бастаймыз. 2 воздушный петля тоқимыз. Содан соң столбик с накидом тоқитын боламыз. Және көбейтіп отырамыз 2 петлядан. Міне екінші етегіне дейін көбейтіп шығатын боламыз. Міне осылай болып шықты. Міне осындай желбершек болып шығады. Және теріс қаратып тоқимыз енді. Міне осылай столбик с накидын тоқимыз. Ешқандай көбейтпейміз. Бір петляның ішінен біреу ғана шығарып тоқитын боламыз. Міне осылай екі қатар тоқып алдық. Содан соң түймелерін қадап шығатын боламыз. Міне осылай сүп-сүйкімді әп-әдемі болып шықты. Міне осы жүзімнің тоқылу видеосы менің каналымда бар. Және де осылай арқа жағына, артқы бөлігіне осындай бантик тоқыдым. Оның да видеосын алдын ала түсіріп қойдым. Менің каналымда өтіп көре аласыздар.